Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 85-ші сабақ жаңбыр тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, сабағымызды бастамастан бұрын Зерек бала 2 каналына тіркеліп, колокольчик басып қоюды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта ойыңды көркем сөзбен жеткізетін боласың. Олай болса, сабағымызды бастаймыз. Бірінші тапсырма: жаңбырға қатысты 5 сөз ойластырыңдар. Жаңбыр құйды, тамшы, малмандай су болу, ақ жауын, нөсер. Екінші тапсырма: өлеңдерді мәнерлеп оқы. Жаңбыр жауды. Жаңбыр жауды себелеп, жасырынды көбелек, аспан кетті күркіреп, бұл не деген керемет. Тау мүлгіді жаңғырған, қорыққандай жаңбырдан, бара жатыр қара бұлт, көк аспанда қаңғырған. Бұлттан түсті моншақтар, гүлге қонған мол шықтар, алақайлап жүгірдік, қандай қызық сол шақтар. Өлеңнің авторы Нұрсұлтан Әлімқұлов. Нөсер. Іркес-тіркес ырысқан, бұлттар үлкен аймақтап, шыға келді шығыстан, ақ-тайлақтай ойнақтап. Түйіліп кеп қабағы, қаптап алды аспанды, сатырлатып даланы, аппақ нөсер басталды. Үй үстінен аунады, тамшы жерге секірді, менің апам ауланы жуып жүрген секілді. Су дегенің шүмектеп, сорғалайды тамшылап, шыбық атты бір ерттеп, шауып кетті қамшылап. Шаңын жуды лезде, діріл қаққан жапырақ, ойдым жерде бір кезде, көлшік тұрды жалтырап. Өлеңнің авторы Адырбек Солыбеков. Үшінші тапсырма: 2 өлеңді салыстыр, өлең жолдарын тауып оқы. Жаңбырдың алдында. Бірінші өлеңде аспан күркіреді, екінші нөсер өлеңінде аспанда қара бұлт қаптады. Жаңбыр: бұлттан түсті моншақтар, екінші нөсер өлеңінде аппақ нөсер басталды. Жаңбырдан соң алақайлап жүгірдік, көлшік тұрды жылтырап. Төртінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Өлең жолдарын қара сөзге айналдырып жаз. Жаңбырға қатысты. Үлгі: жаңбыр себелеп жауды. Бұлтқа қатысты. Үлгі: бұлт аспанды қаптады. Тамшыға қатысты. Тамшы жерге түсті. Шыққа қатысты. Гүлдерге шық түсті. Бесінші тапсырма: құраған сөйлемдерді пайдаланып, жаңбыр жауды атты мәтін құрастыр. Балалар, мінекей біздің құраған сөйлемімізді мына жерге көрсетіп қойдым. Енді жаңбыр жауды атты мәтін құрастырайық. Осылардан: кеше таңда гүлдерге шық түсіпті. Ал бүгін қара бұлт аспанды қаптады. Одан соң тамшы жерге түсті. Артынша жаңбыр себелеп жауды. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Ал егер де каналға тіркелмеген болсаңыз, Зерек бала 2 каналына тіркеліп, колокольчик басып қоюды ұмытпаңыздар. Олай болса, келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.